Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін жырларым менің, жүрегім менің атты кездесу барысында біздің басты кейіпкеріміз Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, жерлес ақын, журналист, арнайы қонағымыз Марал Зейнелғабиқызы Аспанованың мерейтой қарсаңында кездескелі отырмыз. Қош келдіңіз. Поэзия дегеніміз адамның шірімейтін жаратылысы. Одан осы өмірдегі ең маңызды сұрақтарға жауап алуға болады. Бірақ поэзияның ең маңызды мақсаты өз ойыңды қағаз бетіне төге отырып, өзін өзі не сезіне білу. Қағаз құпиялардың ең мұқият тыңдаушысы және қорғаушысы. Марал Зейнелғабиқызы өзінің творчестволық шығармаларымен танымал ақын. Олай болса, өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Өзім туралы және өзімнің ойларымды мен қағаз бетіне түсіріп, сіздерге оқып берейін деп алып келдім. Өйткені бұл ойларым менің барлық шығармаларымның арқауы. Осы ойларым арқылы мен өзімнің отансүйгіштік, ел сүйгіштік, халқымды сүйетіндігімді жеткізуге тырысамын. Өзім туралы және менің ойларым. Мен жасымнан әкеме еркелеп, еліктеп өстім. Балалық шағымнан бір көрініс. Бір рет күзде 3-ші сыныптың бас кезі алқаптарда егін орылып, әр жерде үйілген бидайдың сабаны қалған шақ. Әкем сабан әкелмекші болды. Үйде менен басқа қолғабыс ететін жан жоқ. Атарбаны дайындап, өзі үстіне сары шекпенін киді, маған да өзінің сары пиджагын кигізіп белімді буды. Мен әкеме өте ұқсап қалғаныма, оған жұмыс істеп көмектесетініме, төбем көкке жеткенде керемет қуанып, жанында келе жатырмын. Әкем өзін ататын Құрманғазының бір таныс күйінің әуенін ыңылдап айтып келеді. Бетіміз тақыр томар жақ. Биыл егін жақсы шықты, өнімі де жаман болмады. Сабаны да күнге алтындай шағылсады. Барар жерімізге сары бие бүлкілдеп келе, желе жортып, тез жеткізді. Жерге түскен соң әкем маған арбаға мініп тиеген сабанды басатынымды түсіндірді. Сабан бір орында тұрмай суси берді. Құп-құрғақ алтын түстес әдемі сабанның үстінде әзер ілігіп жүрмін. Бір кезде артып бола берген едік, сабан бір жағына қисая берген, сол кезде көзді ашып жұмғанша аударылды да кетті. Сабанмен бірге мен де жерге топ етіп құладым. Әкем қатты қорықты білем, мені көтеріп алып, бір жерің ауырып қалған жоқ па деп қайта-қайта сұрап жатыр. Дін аманмын. Қайтадан жұмысты бастауға тура келді. Екінші рет сабанды әп-әдемі ертіп, артып, үйге қайттық. Күн батуға таянды. Қып-қызыл болып, қызарып, көк жиекке сүңгуге азақ қалғаны мен нұр сәулесі жылылық сыйлап тұр. Әкем ыңылдап күй әуенін айтып, сары биенің божысын бос қойып келеді. Бие анда-санда пысқырып, жайлап басады. Үй жаққа айдауды қажет етпейтін ақылды жануар болатын. Алтын күздің әдемі бір кеші есімнен ешқашан кетпейді. Енді бұл балалық шақтан бір көрініс. Одан кейін біз мектепте оқыдық. Мектепке барғаннан кітап оқуды жақсы көрдім. Жастайымнан кітап құмар болдым. Көргенім де сол болды. Ауылда кітапхана жоқ, әке-шешем кітапты қап пен баяннан алдырып, жастанып жатып оқитын. Ең алғашқы кітабым 40 өтірік. Одан кейін саяхатшы Микулука Мақлайның Жаңа Гвинеяға саяхаты туралы кітабы болды. Саяхатшының Папуастар еліндегі таңғажайып оқиғалар өте қызықты еді. Әсіресе 5-ші сыныпта Баян орта мектебінде оқып жүргенде кітапты құрбым Сәуле Жанбетова екеуміз жарысып оқитынбыз. Оқыған кітаптарымыздың тізімі болушы еді. Өмірді, табиғатты тануда кітаптың алар орны ерекше зор. Көркем әдебиеттің тіл дамытуға, сөздің мағынасын түсініп оқуға, әр сөзді орнымен қолдана білуге, сауатты жазуға үйрететіні аян. Сондықтан да мен әдебиетші болғым келді. Әкем жазушы Зейнелғаби Иманбаев ой құшағында отырып қолына қалам алған кезде өзгеше бір күйге түсетін. Ол бір жерде емес, басқа ғаламшарда көз көрмес, құлақ естімес жақта жүргендей болатын. Кейде қоңыр көздерін алысқа тігіп, ой көгін шарлап, сөз әлемін кезіп кететін бұл дүниедегі тек бір өзі болушы еді.
сосын ақ қағазға тездетіп түсіре бастайтын. Сәл кідіріп, одан әрі әбден шаршағанша жазатын. Тұрып кетіп, тынығып, үй маңындағы шаруалармен айналысып, бірақ үнемі ой үстінде жүретін еді. Менің шығармашылықпен айналысуыма бірден бір әсер еткен әкемнің жазушылығы және мектепте берілген бағыт-бағдар болды. Құрметті ұстазым, қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі, Қазақстанға еңбек сіңірген ұстаз Мәриям Нұғманқызы Мырзатаева тәтеміз менің әдебиетші болғанымды қалады. Көркем әдебиетке деген менің онсыз да алаулап тұрған махаббатыма май құйғандай әсер етті. Әдебиетке қабілеттілермен жеке жұмыс жасады. Жиі-жиі теледидарға хабар жасатты. Бізбен Сәкен Сейфуллин шығармаларына арналған хабар өткізді. Мен алғаш рет Сәкеннің «Біздің жақта» деген әнін үйрендім. Мұхтар Әуезовтің 70 жылдығына Абай трагедиясының бір көрінісін сахналап, алдымен мектеп сахнасына, артынан облыстық филармония сахнасына шығардық. Бүкіл қала қазақтары залға симай кетті. Сол ұстазымның еңбегі еш болмады. Мен дәрігерлік мамандық алған, мен шығармашылықпен де қатар айналыса бердім. Институт қабырғасында жүріп, үнемі көркем өнерпаздар сайысына қатысатынмын, ән салғанды ұнататынмын, қабырға газетіне өлең жазатынмын. Дәрігерлік мамандық алған соң да Соколов ауданының аудандық ауруханасында еңбек ете жүріп, сахнадан түспедім. Қазақ тілі қоғамының ең белсенді құрылтайшысы болдым. Сонымен қатар аудандық Полинском пути газетіне мақалалар жазатын болдым. Менің жазғандарымды менің алғашқы ұстазым Жағапар Құсайынов ағамыз оқып, әкеме хат жазыпты. Маралдың журналистикаға икемі бар, деп. Шынында мен Казгудың журналистика факультетіне түспекші болғанда шет тілін мектепте оқымағандықтан құжат тапсыра алмаған едім. Бірақ менің журналистикамен кешенді түрде айналысқаным еліміздің егемендік алған кезінен басталды. Өлеңді де көптеп жаза бастағаным сол кезден бастау алды. Менің жүрегімдегі отаншылдық, туған қазақ халқына деген махаббатым жанартаудың оянғаны сияқты бұрқ-сарқ етті. Тәуелсіздік алған соң қазақ тілі өз орнын табатына шексіз сендім. Буылған тіліміз шешілгендей күй кештім. Содан да болар мен ел, жер, қазақ тілі, теңдік, бостандық туралы жиі ойланып, өлең, жыр, мақалалар жазатын болдым. Жүздеген шумақ өлеңдер дүниеге келді, кітаптар бастырып шығардым. Ал дәрігерлігім туралы айтсам, ол да тар жол, тайғақ кешу ғой. Дәрігер адамда күні-түні ой үстінде жүреді, әр адам өзінше ауырады. Әркімді жеке жоспармен емдейсің, әркімге ең тиімді емшара ойлап табуың қажет. Бір дәрі біреуге көмектессе, екіншісі кісіге көмектеспейді. Бірақ 40 жыл дәрігер деген атыма кір түсірмеуге тырыстым. Науқастың тәуір болып қуанғаны менің қуанышым болды. Әлі күнге олар ұмытпайды, сәлемдері түзу, алғыстарын айтып жатады. Сол еңбегім бағаланып, Қазақстан денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін төс белгінің иесі болдым. Соколовка ауылында 20 жыл тұрдық. Қазірде барсақ, орысы да қазағы да қарсы алып, қуаныштарын жасырмайды. Отбасына келсек, медицина институтының 6-шы курсында Абай Бейсенбайұлымен тұрмыс құрдым. Содан бергі қызығы мен шыжығы мол отбасылық өмірімізге үстіміздегі жылы бақандай 46 жыл болады. 2 ұл, 5 немереміз бар. 1980-82 жылдары отбасымызбен қиыр шығыста әскери қызметте де болып келдік. Аязы -50 градус болатын жерде де тұрғанбыз. Қазір зейнеттемін. Зейнетте де 7 жыл жұмыстан қол үзбедім. Тура 65-ке толған күні бір жолақ қоштасып кеттім. Ұжымда дәрігерлер жетіспегендіктен істей бердім. Артынан зейнеттегілерді босатыңдар деп министрлік болмаған соң босатты. Әлі де дәрігерлер жетіспейді. Дәрігер болу оңай емес, сондықтан болар. Дәрігерлік дипломдары бар адамдардың көбі басқа салада еңбек етеді. Неше түрлі реформалардан соң дәрігер болу қызықтырмайды. Қазір диагнозға ем-шараларды алдын ала белгіленген, бұғатталған, одан ауытқуға болмайды. Өзім куә болдым. Диагноз қойылды, белгіленген ем қосылды. Дәрігер 2 қол қалтада, ойламайды. Ол ештеңе өзгерте алмайды. Өзгерсе айыппұл төлейді. Тіпті науқасты қарап көрмейді. Берілген ем-дом протокол бойынша түзу, анализдер түгелімен жоспар бойынша алынды, жасалды, болды.
Дәрігер мына науқасты тексерейін, көрейін, қандай ем жасауға болады деген ойлаудан аулақ. Егер диагноз науқасты қабылдаған кезде қойылып, протокол бойынша ем-дом тағайындалса, дәрігер ештеңе өзгерте алмайды. Ал біздің кезімізде ондай шаблон болмайтын. Біз емдеуші дәрігерлер анализдерге сүйеніп, нақты диагноз қойған соң ғана қай дәрі көмектесетінін анықтағаннан кейін дұрыс ем таңдап емдейтінбіз. Қазір Ивановты да, Сидоровты да бір шаблонмен емдейді. Емдеу ережелерін сақтамайды. Пневмония да, бронхит та бірдей емделеді. Медицина оқу ағарту кеңес кезінде жақсы жолға қойылған еді. Қазір Қазақстанда бәрі нашарлап кетті. Бітпейтін реформалар ақыры жақсылыққа жеткізбеді. Қазақстандағы үштілділік мәселесі де жақсылыққа апармайды. Келер ұрпақ алғыс айта қоймас. Мектепте физиканы ағылшын тілінде үйрету сорақылық. Физика, математика дүниежүзі бойынша ғылым негіздері. Физика мен математикаға бағынбайтын құбылыс жоқ. Баланың сана сезімінің қалыптасуына өте жақсы ықпалын тигізетін пәндер. Оны қазақша оқып меңгеру әжептәуір қиындық туғызатын болса, ағылшынша оқып меңгеру мүлде мүмкін емес. Сондықтан баланы бастауыш сыныптарда тек қазақша оқытып, өз тілінде оқудың мықты іргетасын қаламай, басқа тілді оқытуға түбегейлі қарсымын. Меніңше, содан кейін ата-анасы мен оқушының өз қалауымен басқа тілді оқуы керек. Оқығысы келмесе оқымасын. Күштеп ештеңе жасауға болмайды. Бір мысал, біздің қалада Лорд мектебінің орыс балалары бағы үшін ғана қазақ тілін оқиды. Сабақта жауап береді, коридорға шыққасын бәрін ұмытады. Неге? Өйткені олар бұл мектеп бітірген соң тайлы тұяғымен Россияның жоғарғы оқу орындарына түседі. Неше жылдар бойғы түлектердің Қазақстанда қалғаны бірен-саран екенін бәрі біледі. Сондықтан зорлаған мен ештеңе шықпайды. Тағы бір айтатыным, орыс мектептері жабылмасын деп оларды аралас мектептерге айналдыру дұрыс емес. Реформа жасағысы келетін оқу министрлігі соны неге көрмейді? Тек орысша оқитындарды бір мектепке, қазақша оқитындарды бір мектепке бөліп алу қажет. Аралас мектепке тағы да түбегейлі қарсымын, ол да жақсы емес. Тілдің тілге әсері балалардың түбегейлі өз тілінде ой ойлап, сауатын ашып, сана сезімінің қалыптасуына кері әсер етеді. Елдегі тағы бір келеңсіздік жерді жалға беру мен сату мәселесі. Жерді шетелдіктерге жалға беруге де сатуға да болмайтынын ақылдымыз да, ақылсызымыз да айтып жатырмыз. Ұрпақтарымыздың ертеңгі күні не болар екен деген ой маза бермейді. Бұл күрмеуі шешілмей тұрған өте маңызды мәселеге үн қоспауға болмайды. Болашақ үшін менің де айтарым, қазақтың жеріне қазақ ие болып қалсын. Қазіргі таңда мемлекеттік тілдің адымы ашылмай отыр. Оған себеп Қазақстан Конституциясының 4-ші бабының 2-ші тармағында көрсетілген орыс тілінің ресми қолданылуы. Ресми тіл мемлекеттік тіл статусы бар. Қазақ тілі ғана ресми тіл болуға құқылы. Сондықтан бұл 2-ші тармақ міндетті түрде алынып тасталу керек. Өз елімізде, өз жерімізде, өз үйімізде отырып, өз немерелерімізбен бөтен тілде сөйлесу ұрпақ алдында кешірілмейтін күнә. Қазақ болып туған соң қазақ болып қалу керек. Тіл ұлтымыздың жаны шыққан адам тірілмейтіні сияқты. Тілсіз ұлт өледі. Ұлтсыз халық құриды. Мемлекет те құлайды. Мемлекет құламасын десек, барша қазақ тек қазақ тілінде сөйлесу міндет. Мен үшін өз ұлтымнан ардақты, қымбатты ұлт жоқ. Кездесуге келген адамдармен ой бөлісу мені шексіз қуанышқа бөлейді. Баршаңызға ұзақ ғұмыр, баянды бақыт, денсаулық тілейміз. Рахмет. Марал Зейнелғабиқызы, дәл осы жерде қарап отырсақ, сіздің мынандай өмірден алған қысқаша баяндамаңызда бәрі айтылып кеткен екен. Біздің тақырыбымыз бойынша жырларым менің, жүрегім менің деген тақырып сіздің осы ой пікіріңізге дәл осы жерге өте сай деп ойлаймын. Себебі сіз жанашыр, жанкүйер адам болғаннан кейін немқұрайлы қарамайсыз, жан жақта болып жатқан, осы қоршаған ортада болып жатқан оқиғалар болсын, басқа да бір проблемаларға сіз сол жүрегіңізбен қарап отырсыз. Сіз 40 жыл осы мамандығыңызды осы медицина саласында істеп беріп жүрсеңізді, алайда сіздің дарыған осындай мойныңызға қонған дарынды сондай бір қасиет сіздің әкеңізден, апаңыздан дарыпты. Осы туралы не айтасыз? Осы 80 жылға және 90 жылға келгеніне сіз үлкен кітап шығарыпсыз. Қандай қасиеті сол кісінің сізге
сондай дарыды деп айтуға болады. Қабілетіңіз қандай, нені алдыңыз әкеңізден өнеге? Енді адамның тегіне тартпайтын адам болмайды дейді. Біздің аталарымыз мүмкін біз сияқты болған шығар. Осы барлық қасиетімнің өзі сол аталарымнан, әкемнен дарыған деп есептеймін. Әкеме сондай ризамын. Шама қасиеттерін менімен бөліскен деп есептеймін. Тектілік деген сол қанмен берілетін дүние болғасын, енді тегінде бар, тек жатпайды дейді. Мен қанша жерден басқа мамандық иесі болсам да, мынау көркемсізге деген менің сүйіспеншілігім сол әкемнен дарыған. Енді жас кезімізден біз әкемді көріп өстік қой енді. Ол кісі, мен 51 жыл тусам, ол 41 жылдан бастап жаза бастаған, жас кезінен бастап. Сол уақыттан бастап ол облыстық газетке өлең шығармаларын беріп, сол басылып жүрген. Енді біз туған кездерде әрине ол менің 10 жасымда СССР жазушылар одағының мүшесі болды. Ол кезде жазушылық билеттің өзін сонау Мәскеуден бері жеретін. Сол тек онда мысалы Совет одағының жазушысы деп жазады, ұлттың көрсетеді екен, қазақ жазушысы деп. Сол қазақ жазушысы Зейнелғабыл Иманбаев міне өлгенше сол қолынан қаламы түскен жоқ. Мен де сол әкеме тартып жас кезімнен шимайлайтын болғам. Сол бір 16 жасымда ма, 17 жасымда бір өлең жазып, Жалын журналына жібергенде Жарасқан Абдраимов бет, Жарасқан деген кісі сол Жалын журналында жұмыс істейтін, менің өлеңдерімді оқып, енді журналға басуға жарамайтын болғасын ғой деймін, тегі бұдан да жақсы өлеңдерің болса жіберіп тұр депті. Негізі сіздің шығармаларыңызбен, сіздің осы поэзияға деген құштарлығыңызға ол кісі тәнті болды ма, мақтан етті ма? Әкем бе? Да, әкеңіз. Жоқ, біз әкемізге айтпайтынбыз. Әкем өте сыншыл болды да, бір сын айтып, бетімізді қайтарып тастайма деп қорқатынбыз да. Өйткені мен бір сіңлім ән салып, домбыра тартып отырғанда күліпті ол кісі. Дауысы жешке, ақырын шығады. Анау сіңлім өзінше өлең айтып атқанда күліпті. Содан кейін өлең айтпай қойды ғой ол. Ялып, неткен ғой. Сол сияқты мен де көрсетуге жүрек дауаламайтын оны. Бірдеңе жазсаң көрсетуге жүрек дауаламайтын. Бірақ біз әкеміз екеуміз өте жақын болдық. Мен 9-10 сыныптарда қалада оқыдым да, ол кісі маған жиі хат жазып тұрды. Сол өзім ойларымды ол кісіге жазып тұратынмын. Содан кейін институтқа түскенде де міне 6 жыл оқыдым ғой. 6 жылда ол кісі маған өте көп хат жазды. Сіз тосып отырсыз? Иә, қашан келеді деп тосып отыр. Өте көп хат жазды. Одан кейін мен де тұрмысқа шықтым, қиыршасқа кетіп қалдым, үнемі хат жазып тұрады. Иә, адамгершілік арқасында немесе тағы да сізге поэзия деген құштарлығыңыз осы мойныңызға сол әкеңізден дарыған екен. Иә, сөз өнері. Өйткені бір хат жазудың өзі де өнер. Әдемілеп хат жазудың өзі. Сіз сол кісінің хатынан оқып атсам, мағлұматтан, сіз сол кісінің хатын арнайы күтуші едіңіз, иә? Соның ішінде сіз өзіңізге алған бір өнеге, өсиет болды ма? Осы кісіге мен осылай нетейін хатына алайыншы өзіме. Енді ол кісінің өмірбаяққа айтатыны бізге оқыңдар, оқысаңдар адам боласыңдар, оқымай қалмаңдар деп. Мен 10-шы сыныпты бітіргеннен кейін 2 жылдай оларға көмектесіп, совхозда жұмыс істедім. Өйткені менің 2 әпкем оқып атты, өзімнен кішілер бар, интернатта адамды оқып атты. Мен жұмыс істеп, оларға көмектескім келді. Өте қиналып жүрді. Қай жұмыс істе десе, мен ешқашан істемеймін деп айтқан емеспін. Мен Сақманға да бардым.
совхозда қандай жұмыс болса соның бәрін өзім істедім. Завклуб болдым. Сөйтіп 2 жыл жұмыс істеп, ол кісіге завклубтығымды беріп кеттім. Сосын кетерде, өйткені ол кісі тек гонорарға қарап отырады. Жай қарап отырсам, сіз әкеңізбен өзіңіздің қарым-қатынастарыңыз жақсы, жиі өте тығыз қарым-қатынаста болдық. Мен әлі күнге дейін ол кісінің хаттары менде бір альбом болып сақталып қойды. Ол кісінің бір хаты мынада да бар, мына жақсының аты өшпесте маған жазған хаты бар. Жақсы. 2006 жылы ел жұртыма арнаймын атты кітабыңызда сіз алғы сөзінде өзіңіздің туған жеріңізді, өз бұрышын, достарыңызды, ұстарыңызды және табиғат туралы. Олай болса, біздің қадірлі қонағымыздың данышпандығының құпиясы неде екен дәл осы жерде? Құпиямыз шығар, не айтасыз осы туралы? Не дейді, сөз Мұхаммед пайғамбардың хадисінде бар екен. Сөзде сиқыр, өлеңде даналық бар деген. Мынау өлең жазу үшін адамға сондай байқампаздық, мынау далаға шықсаң да бір нәрсені байқап қаласың. Жұрт байқамай тұрған дүниені байқап қаласың. Табиғаттың өзгергенін, бірдеңе жерден өсіп шыға қойған бәріне қарап жүрем. Назар аударам бәріне, шымшықтың шықылықтағанына дейін, құстардың сайрап атқанына бәріне далаға шығып соны тыңдап мәз болып тұрам. Кейбір кісілер ондағы көңіл аудармайды, мысалы. Соның бәрі. Сосын мына адамдармен қарым-қатынаста мен адамдардың сондай ашық, жарқын, ақ көңіл адамдармен жиі кездесем. Сосын адамдардың мінез құлқын, ой өрісін бірден байқап қалам. Сосын жақсы адамдармен жақын жүргенді жақсы көрем. Себебі жүрегіңізді сондай нәзік, жұмсақ, енді әдемі бір кісілердің сондай табиғаттан берілген бір жаратылыстары сізге жақынырақ. Жақсы адамнан бір жақсы сөз естігім келеді, жақсы қылық, жақсы бір түр сипат көргім келеді. Жақсы адам келсе, жақсы ырыс деп айтады. Жақсы адамдармен сөйлессең, өзің бір жасап, марқайып, бір жасап қаласың. Рахмет. Меніңше поэзия жазу құс сияқты ұша алғанмен бірдей. Мұны үйрену мүмкін емес, бірақ бәрі де поэзияны түсінуді үйрене алады. Жазушының шығармашылығына ерте келіпсіз негізі, қай жасыңызда, қандай жасыңызда келдіңіз? Бала кезіңізден осындай қуанышқа бөленіп жүрген сәттеріңіз болды ма? Мен өзім, мысалы, бір хат жазсам да, оны сондай мәнді мағыналы қылып жазуға тырысатынмын. Сосын мына мектепте оқып жүргенде бізге шығарма жазғызады ғой, шығарма қазақ әдебиетінен. Сонда тақырыпты ашып, соны жақсылап жазып беруге тырысам ғой. Соны мұғалім өте риза болатын, үнемі маған 5 қоятын. Сол сияқты, мысалы, мен әкеме бір хат жазу үшін қаншама ойланып толғанып жазатын. Сол көркемсізге деген құштарлық бізде өте үлкен болды. Өйткені әке-шешеміз кітапты көп оқыды. Одан кейін газет журналдарды көп жазғызып алатын. Балаларға арналған бір бөлек, өздеріне бір бөлек, әйелдердікін бір бөлек, сол бәрін. Соны енді оқыған сайын әйтеуір есіңде бірдеңе жақсы қала береді ғой, жақсы сөздер. Мысалы, қазір тәрбиелік мәні бар дүниелер көп жазылатын ол кезде. Қазір бізде өзі сынаған емес, бізде мысалы облыста жалғыз газет бар, онда тәрбиелік мәні бар дүниелерді көп жазбайды, көбіне ақпарат. Сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, ан жақта өліп жатыр, тіріліп жатыр деген сияқты әкімдер қай жақта жүр, соны жазады. Ал мынау осы керек-ау дегендерді жазбайды ғой, жазбайды. Ұстаздарыңыз немесе мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде сізді дәл сол кезде таныды ма? Таныды. Мен айтып отырмын ғой, мен әдебиетке жақын екенімді бірден білді. Мырзатай енді әкемді де біледі. Сол бізді үнемі хабарлар жасатып,
телестудияға жиі апарып тұратын, редакцияға жиі апарып тұратын. Сол Баулыды былай айтқанда, сол 2 жыл оқығанда, сол біздің әдебиет пен қазақ тілінің мұғалімі бізді жетелеп жүрді. Жалпы өлеңді үйренуге болады ма? Өлең жазуға, немесе оны арнайы ақын болу керек па? Жоқ, олай емес. Меніңше, мысалы, мен өзімнің жеке пайымым, оқып ақын да бола алмайды, жазушы да бола алмайды, жақсы журналист та бола алмайды. Журфактарды бітіріп жатыр ғой, соның ішінен ілуде біреу ғана жақсы журналист. Сол сияқты ақын жазушы болу үшін өзі, өзінде қанында бар бір қасиет болу керек. Сосын және таланты бар адам оны ары қарай дамытпаса, талантын жоқ қалады деген сияқты. Кішкентай, қазақ айтады ғой, кішкентай бұлақтың көрсең көзін аш деп. Сол сияқты өзіңдегі қасиетті біліп, танып, өзіңді өзің танып, сенің қандай қабілетің бар екен, соны ояту керек, соны ары қарай дамыту керек. Әйтпесе, мысалы, мен қандай жұмыс басты болып жүрсек те, мысалы, сол ойлаудан жалықпайтынмын. Ойлап жүретін бір нәрсені. Себебі сөздік қорыңыз бай болып отыр ғой, сіз әдебиетке деген құштарыңыз болғаннан кейін, көп кітап оқығаннан кейін, оның жаңа айтып отқандай, менің мойныма қонған талант маған әкемнен дарыған деп айтылған сөз бекер емес екен де, сіздің мағлұматыңыз бойынша оқып отырсам, соның қасиеті, соның негізі сізге осындай бүгінгі таңда танымал ақын болуға бүгін себеп болған екен. Қарап отырсаңыз, әрине көптеген кітаптар бар шығарып отқан. Осы өлеңдерді жазуға сізге күш қуат кім береді? Қалай келеді? Оны не сізге итермелейді? Меніңше, ақын болу ол міндетті емес, міндет емес. Өзімді сондай бір керемет ақынмын деп те есептемеймін. Мені ой түртеді дейді ғой. Ойды ой түртеді. Ойламасаң, қайдан сөзді айтпасаң дейді, сөз қайдан шығады дейді. Сол сияқты, мысалы, ойды ой түртеді, соны кішкене ары қарай тереңдетіп ойлап кеткенде бір шумақ болса да өлең шығуы мүмкін. Ал бір шумақтың артынан тағы бір шумақ, оның артынан тағы бір шумақ. Ой өрбейді ғой. Ой өрбейді. Ойды өрбіте білу керек, мысалы. Ал ойың тоқырап қалса, жазылмайсың. Ойдың тоқырауы жаман. Мысалы, түк ештеңе ойлай алмаған кісі, ең бейшара кісі болып қалады өзі. Ал ойың ойға жалғасып, бір жақсы ой ойласаң, өзің риза болып қаласың. Сол тәрбие болсын, мысалы, табиғат туралы болсын, сол кезде жақсы ой келсе? Жақсы ой келсе, ол ойды өрбіту керек. Өрбітсең ғана одан ойлы бір, өзі мен айтам ғой, 4 аяғын тең басқан бір жақсы өлең шығу үшін әжептәуір. Және әрбір сөзің өз орнында тұру керек, артық сөз болмау керек. Бәрі бірімен бірі өріліп, кәдімгі, бірімен бірі өріліп, бірін бірі толықтырып тұрса ғана ол өлең болады. Ал бетімен анау ұйқас қуып кетуге болады, ұйқас қуып кетуге де болмайды. Ол тіпті үлкен өлең емес, 4 жол өлеңнен әжептәуір ой түсінуге болады. Сол 4 жолға ойыңды сыйғызып отыруың керек. Әрбір, анау суға аз болып, майы көп болу керек. Абай айтқандай, Абай ата данышпан кемен келген, сен жазған өлеңге елеңдедім демекші. Сіз жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мен ақын деп өзімізді сондай керемет ақын деп санамаймыз деп. Бекер деп ойлаймын. Себебі сіздің жазушылық талантыңыз әрине ешкімге күмән тудырмайды. Оның дәлелі осы шығып отқан бүгінгі таңда кітаптар. Сол кітаптардың арқасында сіз көптеген марапаттарға, дипломдарға, белгілі төс белгілерге ие болдыңыз. Соның ішінде сізге ең қымбаты бар шығар, сол туралы айтып берсеңіз. Мен енді 10 жылдықты қазақша бітіргеннен кейін біз Мединскқа барып түстік та, орысша оқыдық қой, өте қиналдық, жылап жүрдік.
Ол орыс тілі ғана емес, онда латын тілін үйретеді, онда грек тілін үйретеді. Мынау аурулардың екі аты болады, біреу грекше, біреу латынша. Сосын адамның әрбір мүшесінің, әрбір қан тамырының, әрбір нерв жүйесінің өзінің аты болады. Соның бәрін оқып еске сақтау керек. Сонда өте қиналып жүрдік. Сол айтайын дегенім, сол тіпті бірінші жыл оқуға түскенде маған жатақханада болмай қалды. Пәтер іздеуге тура келді. Содан бір арақ құмар бір етікшінің үйінде тұрдым. Әйелі бар, 2 баласы бар. Әйелін күнде сойып жатады. Содан өзіміздің деканға барып жылап еңіреп, сосын сұрайды, қандай кісі сөзі, анау пәтерде тұратын кісі. Етікші деймін ғой, түсінікті де. Түсінікті дейді. Өзі бұрын түрмеде тұрған кісі екен. Құда енді баратын жер басар табылмағасын, ешқандай ол кезде Селнарытта бізде бірде-бір таныс кісі жоқ. Соны бір іздеп жүргенде сол бір аяқ киім жөндейтін жерде бір кісі отыр екен. Студенттер жіберем деді. Сосын келістік, енді басында тұра тұрайық деп. Сонда әлгі декан тіпті сөз айтпай, онда өзі кішкентай комнаталары, бөлмелері. Сонда 4-5-ден тұра береді. Соны 5-ін шығып жіберді ғой. Сөйтіп қолым бір жатақханаға іліккесін ары қарай кеттік, оқып. Сол маған ең қымбаты осы менің дипломым. Өмірге деген получается. Ең қымбат құжатым, еңбегімнің жемісі. Мектеп қабырғасында оқып жүргенде, әрине осы сала бойынша, яғни поэзияға деген құштарлығыңызға деген бір ерекше бір сый-сияпат болған шығар. Диплом болсын, грамота болсын кезінде мектеп қабырғасында. Оны қалай қадірледіңіз? Мектеп қабырғасында жүргенде бізде қазіргі замандағыдай әлгі түрлі конкурстар ондай мүлде болған жоқ. Менің мектеп қабырғасындағы ең бір жетістігім өзім Абай трагедиясында ажар болып ойнадым. Ажар болып ойнағаным өзіме сондай қатты ұнады. Сосын ол бүкіл қаладағы қазақтарға да ұнап, артынан біздің мектепке келіп бізге қарайтын болды. Ажарды ойнаған қыз қайда деп. Оны кітаптан сіздің ақпарат ретінде оқып шықты. Сонда мектеп қабырғасында жүріп, сіз рөлді сомдадыңыз. Өте бәріне. Сіздің осы төс белгіңіз туралы айтып беріңізші. Ақпаратты айттыңыз да? Дәл осы жерде не үшін? Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін деген бұл жұрттарға беріп жатады ғой, үздігі деп, анау деп, мынау. Бұл үздіктен де биік тұрады. Жоғары тұрады. Ең мынау салалық марапаттардың ең жоғарысы осы. Одан төмендегісі денсаулық сақтау үздігі, одан төмендегісі құрмет грамотасы, одан төмендегісі солай кете береді. Ал ең жоғарғысы біздің салалық марапаттарымыздың ең жоғарғысы осы денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін. Бұл ғылыми жаңалық жасаған адамдарға беріледі медицина саласында. Сосын 40 жылдай жұмыс істегендерге ғана беріледі, ол басқаларға берілмейді. Еңбек жолы көп болған. Ал мынау қазіргі істеп жүргендерге денсаулық сақтау үздігін береді, бұл бұдан төмен тұратын марапат. Керемет. Мақтан тұтамыз. Сіздің сөзіңізді жалғастыра отыра айтады ғой, адамның арманы шексіз деп. Бір білетінім, сіздің басты арманыңыз әлемде тыныштық орнап, адамдар бірімен тату-тәтті өмір сүрсе екен деп, не өзіңіз соны айтып отырсыз, соның бір өзіңіздің сондай ойыңызда болған, солай болса екен, ертең болашақта біздің балаларымыз тілегі бас жармаса тас жарады деп, сондай тілге деген құштарлығымен, бейіммен үлкен азаматтар, елеулі еліміздің үлкен азаматы болса деп, сіз осыны армандайды екенсіз. Әрине, осы армандар орындалсын деп ойлаймын. Сіздің осы жақсы лебіз сөздеріңіздің арқасында аманат етуге деген біз енді біздің міндетіміз деп айтуға болады.
қарап отырсам осы біздің дөңгелек үстелімізде көптеген кітаптар бар. Жазған шығармаларыңыздың, кітаптардың, енді өлеңнің саны сансыз деп айтуға болады. Алайда бір сүйікті кітабыңыз бар ма? Біз дәл осы жерде бізге бір оқып беретін сүйікті өлеңіңіз болса, еліміз деп айтып отырсыз, армандастар ма, ұстаздар ма деген, туыстар ма деген шығармашылықтың ішінде ең бір сүйікті кітаптың ішінде бір өзіңіз оқып беретін өлең болса. Сүйікті өлең деген болмайды екен. Жоқ, ұнататын, барлық өлеңдерді жүрегіңнен шығаруға тырысасың, сондықтан ол басқа адамның жүрегіне жетіп жатса екен деп ойлайсың, түсінсе екен мен жазған сөздерімді деп. Ал сөзді түсініп оқу деген кейбір адамдарда жоқ қой. Түсініп оқымағасын оларға қызық емес. Иә, мағынасын түсіну керек. Сонда әрбір шығарманың мағынасын түсініп оқысаң, есіңде де қалады. Одан бір үлгі алуың мүмкін. Әйтпесе үлгі болмайды ешқандай. Менің мынау бір ғана өлеңім, Қоңыр дәптер деген. Соны оқып берейін. Жақсы. Құлағым сізде. Қоңыр дәптер, қоңыр менің сырласым, сезіміме куә болған мұңдасым, бірде жылап, бірде шексіз қуанам, мен анамнан адам болып туған соң. Қоңыр дәптер, қоңыр менің сырласым, жақсылықты жаным менің жырласым, беттеріңде қалып қойсын жыр ғұмыр, аппақ сезім ақтарылмай қалмасын. Өмір жайлы ой толқытсам не сайып, бір қайғырып, қуанышқа масайып, ақындардың аузына сөз салған, жаратқан күш ғаламат қой ғажайып. Қоңыр дәптер, қоңыр менің сырласым, келешекте ой пікірлер тыңдарсың, білемін ғой талғам таным өзгеріп, жалған дүние бір қалыпта тұрмасын. Қоңыр дәптер, беттеріңе іс тастап, өткеніме ой жүгіртіп көз тастап, аманатым замандаспен ұрпаққа, тек өзіңсің қалтыратын мен қаттап. Осы бір ғана кішкентай ғана өлеңде менің не үшін өлең жазатыным белгілі. Мен ұрпақтар үшін жазам, замандастарым үшін жазам. Сол замандастарыма өз ойларымды жеткізгім келеді. Себебі осы тақырыпқа етерілмеген осы замандастар, отандастар еліміздің деген, иә? Бір білетінім, бүгінгі таңда сіздің жаңа бір кітабыңыз шыққалы отыр. Иә. Осы кітапты жазуға, өлеңді жазуға тағы да сізді не итермеледі? Онда не туралы, кім туралы осы кітаптың ішінде қысқаша сипаттап өтсеңіз, кешірек осы кітапты көре жатармыз тағы да. Өзім әжептәуір жасқа келіп, 70-ке толып отырмын. 23 күні менің нақты туған күнім. Соған енді өзіме бір мақсат қойдым. Ең өзіме ұнайтын өлеңдерді, сосын Ортакөл ауылы туралы естелігімді және библиографиялық көрсеткіштерімді бір кітапқа сыйғызып, басып шығаруды. Оны енді бүгін үлгерілмей қалды. Ертең ғана шығады баспадан. Оның көлемі әжептәуір, өйткені қалыңша келген. Сыртында Қарағайлы орманның суреті бар. Сол өлеңдерім жүрегімнің лүпілі. Енді адам ән айтса да, өлең жазса да, бәрі жүрегінен шығарып жазады ғой. Сол өлеңдерім жүрегімнің лүпілі, сол басқа адамдардың жүрегінің лүпілімен бірге соқсын деген ой ғой енді. Менің жүректен шыққан өлеңдерім жүрекке жетсе екен деймін. Менің оқырмандарым риза болса екен деймін. Оның үстіне енді бұл менің бір қорытынды кітабым сияқты. Одан кейін Алла ғұмыр берсе өмір сүре жатармыз. Енді сол бір белес, бір меже соған жеткендеймін. Ол да осы отырған бір ғанибет емес пе деп айтамыз ғой. Иә. Сондықтан ол да кітаптың жүрегіңізден шыққан, кез келген кітапты қарап атсам, сіздің
сондай жүрегіңізден шығып үлпілдеп деген сияқты басқа біздің оқырмандарға сондай серпін береді деп ойлаймын. Құрметті оқырмандар, қарап отырсақ, Марал Зейнелғабиқызының өлеңдерінің тақырыбы жомарт әрі алуан түрлі екеніне сенімді болдық. Яғни табиғат туралы, махаббат туралы, туған ауылы туралы, туыстары туралы, бір сөзбен айтқанда, біз кішкентай отан деп айтатын барлық нәрсе туралы біз үшін ең қымбат, біз үшін әрине ең маңызды болып табылады. Себебі жүректен шыққан серпін береді. Әрине сондықтан біздің оқырмандарға кез келген тақырып жүректерін жаурап алады деп айта болады. Ал талантты адам жан-жақты талантты болады дейді. Алдында қарап отырсаңыз, поэзия деген құштарлығы әкеңізден, өзіңіз айтып отырсыз, тағы да әнге деген, өлеңге деген құштарлығыңыз мамаңнан дарыған екен. Осы сәтте рұқсат етсеңіз, өзіңіздің жағдайыңыз келіп отырса, бір шумақ өлең айтып берсеңіз деп айтады. Ән. Бір шумақ қана айтайын, Бір шумақ, иә. Шәмші Қалдаяқовтың әні. Әлі есімде көк белестер, көз келестер, егін орған, серуені құрған, қызық күндер, қымбат кештер. Әлі есімде көл айдыны, суға біткен тал қайыңы, сүйгені болсаң, сенгені болсаң, сағынарсың, сарғаярсың. Керемет. Көп рахмет. Расында да дарынды адам жан-жақты дарынды болады екен. Құрметті оқырман, құрметті Марал апай, осы біздің Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапханаға бүгін сұхбат ретінде келіп отқан, және де 70-ке толғалы отырған біздің басты кейіпкеріміз Марал апайымызға көптен көп рахмет. Сізге денсаулық, алайда творчестволық табыс, әрине сәттілік тілейміз. Денсаулығыңыз әрқашанда мықты болсын. Сондықтан кез келген уақытта біз сізге өте қуаныштымыз. Отбасыңызда бәрі береке, аспанымыз ашық болсын. Енді біздің қорытынды сөзімізге сіз біздің оқырмандарға тағы бір тілегіңізді айтып жетсеңіз. Құрметті оқырмандар, көркем әдебиет деген адамның жаназығы ғой, кітап деген жаназығы. Сондықтан осы Шухов кітапханасына жиі келіп, мынандай көптеген кітаптардың оқырманы болуларыңызға тілектеспін. Кітаптан адам өнерді үйренеді, өмірді таниды. Сондықтан кітап біздің досымыз. Осында келіп жиі оқырман болып жүріңіздер, аман болыңыздар. Жақсы, рахмет. Олай болса, біздің кітапхананың атынан сізге кішігірім сыйлық табыс етуге болады деп ойлаймын. Шын жүректен құттықтаймыз. Мерейтойыңыз құтты болсын. Рахмет, көп рахмет. Құрметті оқырман, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Сізбен болған Алтынай Қожабайқызы.